Сәлем менің сүйікті оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сондай кереметтей құрамына қант қосылмайтын осындай панкейктердің рецептімен бөлісемін. Егер осы каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Бұл қимақтардың ерекшелігі құрамына осындай асылған асқабақтың қосылатындығында асқабақты алдын ала мантаваркада пісіріп алатын боламыз. Пісірілген асқабақты осылай кеңге ыдысқа салып шанышқымен езіп аламыз да үстіне 1 стақан айранды құйып 1 келкі масса болғанша араластырамыз. 1 келкі массамызға 1 жұмыртқаны салып тағы да араластырып алатын боламыз. Жұмыртқамен біздің айран қосылған массамыз жақсы араласу керек. Одан кейін ұнды міндетті түрде осылай електен өткізіп қосатын боламыз. Және қопсытқыш салуды да ұмытпаңыздар. Жарты шай қасық көлемінде. Барлығын салып болғаннан кейін мінекей осылай қасықпен немесе шанышқымен 1 келкі болғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге рецепт ұнаса, төмендегі поделиться батырмасын басып, өз достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар да болады. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, осындай қою қаймақ секілді масса болу керек. Енді осы қимақты пісіретін тапаны қыздырмай тұрып, осылай сұйық майды жағып алатын боламыз. Өте жұқа етіп жағып алыңыздар. Одан кейін тапамызды қыздырып, осылай жарты ас қасықты толтырмай осылай салатын боламыз. Міне дәл видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Пішіні де өте керемет және дәмі ерекше. Бір ерекшелігі құрамына қант қоспай-ақ бұл панкейктер өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Көп уақыттарыңызды да алмайды. Мінекей беті осылай кепкен кезде екінші жағын аударатын боламыз. Екінші жағда өте керемет болып пісті. Осыларды пісірген кезде газдың асты ақырын тұруы керек. Қатты қыздырудың қажеті жоқ. Қазір тағы да екінші рет жасап көрсететін боламын. Тағы да қайталап айтам, қыздар, ас қасықты толтырып салмаңыздар. Жарты ас қасық көлемінде салсаңыздар жеткілікті. Қыздар, келесідегі рецепттерді менің арнамнан бірінші болып көру үшін осы арнаға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Ол үшін төмендегі подписаться батырмасын басып, қоңырауша белгісінде басып қойыңыздар. Мінекей екінші қайтара беті кепті, тағы да екінші жағын аударып пісіретін боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет. 5-тің шайына ұсынсаңыздар да керемет болады және жасалуы да өте оңай. Асқабақты алдын ала пісіріп, тоңазытқышта сақтай берсеңіздер де болады. Мінекей аз ғана уақыттың ішінде біз қимақтар жасап алдық. Өте керемет, дәмді. Мен осылай шиенің тосабымен ұсындым. Өте керемет болады. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз және лайк басуды ұмытпаңыз.